Ассалаумағалейкум. Қадірменді жамағат. Енді бір жауыр болған тақырып, бірақ оны айта беруге міндеттіміз. Себебі адамдардың көбісі адасуда, және оны сол түпкілікті адастыруды көздеген адамдар көп. Неге дейсіздер ғой? Өйткені біріншіден олардың жүрегінде қарсылық, сосын пейілінде таршылық бар да. Адамдардың көбісі өздерінің Аллаға деген қарсылығын жасырып, біз пайғамбарды ғана жақсы көреміз деген сылтау айтады да. Ар жағы ішкі түкпірінде басқаларының бізге керегі жоқ. Қазақтардан кәдір келіп атқандарды біз менсінбейміз деп жаңағы аты шыққан, замалсыз аты шыққан пайғамбарды жақтап, мысалы үшін әлі ортасынан шыққан елшілерді жамандау, бұл арғы ниеттің таршылығынан болады. Және де Аллаға деген әркімнің қарсылығынан болады. Мысалы үшін тіптен мысалы үшін Тоқберген деген азамат ата жолында белсенді болып жүрген. Оның өзі мысалы үшін не дейді, сөзін кейінгі видеоларын қарасаңыздар, елші деген ол мен де, анау да, Абай да, Шәкәрім де деп, жаңағы елші деген ол әркім Алланың қызмет еткен адамның бәрі елші деген секілді. То есть енді келіп жаңағы елшіліктің өзіне, Алладан келген елші деген сөздің өзінің мәнін жою мақсаттары. Мәнін жойып, оны бір тобырдың өкілі ретінде айналдыру. Ал пайғамбарлар және елшілерді біз адамдарды, тіптен дейді, пайғамбарларды адамдардан тағайындаймыз. Алла айтады. Ал елшілерді дейді, біз періштелер мен таңдаулы адамдардан тағайындаймыз дейді. Ол 1000 жылда, қанша бір жылда бір-ақ рет келетін, Алланың адам балатын жол көрсететін, нұр шашып тұратын, жаңағындай былай жаққанда бағдаршамы сиқылды адамды дін әбден азған кезде, адамдар түгел тозған кезде жіберетін нәрсе. Бұлар сол жаңағы елшіліктің мәнін жою мақсаттары. Ал ендігі жерде сол кәдіргі Мұхаммед пайғамбарды ғана мойындаймыз, Құранды ғана мойындаймыз, исламды ғана мойындаймыз деген адамдар, олар біріншіден не істеп отыр? Алланың дінін бөлшектеп отыр. Өйткені Алла айтады, менің алдындағы дін, Алланың алдындағы қабылдайтын бірден бір дін, ол бойұсынушылық, ислам сөзінің мағынасы сондай. Жоқ, олар тек қана исламды бөліп отыр. Алланың барлық кітаптарына біз иланамыз дейді да, Құранды ғана мадақтайды. Алланың барлық елшілерін етеміз дейді, қабылдаймыз дейді дағы, оның арасынан жігіз дейді. То есть біреуіне бағынамыз, екіншісін бағынбаймыз, біреуін жақсы көреміз, екіншісін менсінбейміз. Сонда нені менсінбей тұр? Алланың қалауын менсінбей тұр. Неге қарсы шығып тұр? Алланың қалауына қарсы шығып тұр. Енді оған пайғамбарға жабысатын себебі, өйткені оның аты шықты. Ендігі мына жаңадан келген елшілерді жамандау не себеп? Өйткені олардың аты шыққан жоқ. Сол аты шықпаған күйінде жаңағы шырақ болып жағып тұрған адамдарды өшіру. Анау жалындап тұрған пайғамбарға қарсы шығалмайды олар әрине. Әйтпесе оны да жоқ қылау шамалар келер еді. Міне мәселенің бәрі осында. Сондықтан дағы олардың көпшіліктері Құранда солай жазылған. Олар адамдардың арасынан, сенушілердің арасынан, пайғамбарлардың арасынан жол іздейді дейді. Бірақ Алла бәрінің ішкі ниетін оқып тұрады дейді. Қай заманда да жаңағы пайғамбарларды боқтап бораған өзінің отандастары, өзінің сол кездегі адамдары болған. Ол пайғамбар Мұхаммедтің де, Исаның да басынан өткен. Қазіргі отырған мына шапағатшы менің де басынан тура сол жағдай өтіп жатыр. Сондықтан дағы сіздер сол кезінде Мұхаммед пайғамбарға, Исаға қарсы шыққан адамдардың барлығын иттің етінен жек көреміз дейсіздер. Онда өздеріңізді иттің етінен жек көрулеріңіз керек. Өйткені сіздер де соны қайталап отырсыздар. Ендігі жерде мысалы үшін жұмаққа баратындар бұрынғылардан көп болады. Орта ғасырлардан шамалы болады.
кейінгілерден бірде-бірің тозаққа кірмейтін бірде-бірің болмайды дейді. Бәріңде бір-бір сүңгіп шығасыңдар тозаққа. Өйткені соған лайықтысыңдар. Өйткені істеген істерің, пиғылдарың бәрі соған лайықты. Сендер жалғаншы айтып отырған жаңағы елші Алланың елшісіне тіл тигізіп отырған адамдар жақтап отырсыздар. Сондықтан дағы жаңағындай Алланың қарсылықтың ішінде сіздер жүрсіздер. Ал енді шағын ғана топ болуы мүмкін. Өйткені рух туралы мәселені азыңа ғана бердім дегенде сол аз топ. Бірақ сол аз топтың өзі үндемей отыр. Неге? Өйткені сен тимесең мен тиме бадыраң көз. Алла өзі білсін. Алла ешкімге де зәру емес. Бірақ та адамдар жаңағы аз топтың өзі неге сол жаңағы жалғаншы көпке қарсы сөз айтпайсыздар? Неге Алланың келіп жатқан елшілерін сіздер қорғамайсыздар? Ол дегеніңіздің өзі Алланың таңдауын қорғау. Жаңағындай Аллаға деген жәрдемдеріңіз, қызметтеріңіз емес па? Айда отырып, мен мұсылманмын, мен ешкімді жамандамаймын деп отырып, орыстар айтады, моя хата с краю, я ничего не знаю деп. Сөйтіп отырып, ол да сендердің пиғылдарының жамандығынан. Өйткені егер де сіздер ішкі дүниеңізде кейінгі келген елшілерді мойындау керек дейтін болсаңыздар, онда соны жоққа шығарып отырған адамдардың таслақтарың керек. Қарсы шығып Алланың жаңағы елшісін қорғауларыңыз керек. Ол мұсылманның бірінші міндеті. Біле білсеңіздер, Құранда былай жазылған: Аллаға сенушілер тек қана Алланың елшісін мойындап, сеніп жаңа жақсы амал істегендер. Түсінесіздер ме? Сіздің барлық амалдарыңыз түкке тұрғысыз болып кетуі мүмкін, егер де сіздер жаңағы Алланың елшісіне қарсы шықсаңыздар. Әрине, сіздер ойланбастан жаңағы мақтағанды ғана мақтап, боқтағанды боқтап елесіп отырсаңыздар, онда сіздер табын бір малдан артық емессіздер. Сондықтан да, достар, ғадын тобындағы достар, сіздерге айтарым, жаңағы шамаларыңыз келсе, Аллаға қызмет етіңіздер. Шамаларыңыз келсе, жаңағы Алланың келген шапақатшысына жәрдемші болыңыздар. Мысал үшін, жаңа Айбек бауырым айтады, мысал үшін, Иса пайғамбар айтады дейді, мал из стада спасется деп. Ол исламда да бар, азын ғана құтыласыңдар деген. Сол аздың ішінде болуларың үшін сіздер жаңағындай шамаларыңыз жеткенше жаңағы қарсылықта отырған адамдарға қарсы уағыз сөздер айтуларыңыз керек. Оларға түсіндірулеріңіз керек. Түсінесіздер ме? Мен олармен соғысыңдар деп айтпаймын. Оларға түсіндіріп, өздеріңіздің қарсылық пікірлеріңізді, олардың дұрыс емекін көзін шұқып тұрып айту керек. Жоқ, жаманатты болмай ақ қояйын, өздері білсін деген сөз, ол Алланы жақтамағандықтарыңыз. Жақсы достар, міне осындай жағдайлар әрине көп. Бұл енді тақырыпты Айбек бауырым сен қозғап отырсың әрине. Бірақ жаңағы айналаңыздағы бүкіл уағызшылардың айтатын сөздерінің бәрі осы. Неге? Сонда Алла елшісін жіберіп отырса, ол Құрандар айтылған, кейін артыларынан елшілер келгенде, соны жақтағандар, соны жаңағы қолдағандар, олар игі жақсылар деген секілді. Сонда мына адамдар неге жаңағы қарсы шығады? Жүйек, арғы ниеттің таршылығы да дедің ғой. Арғы ниеттің таршылығы неден болады? Өйткені сайтанның азғырынан болады. Демек, қандайда Алланың елшісіне қарсы шыққан адамдар, олар сайтанның әскерінен болып отыр. Және де сол жаңағы елшіге қарсы шығудың өзі жолдары көп. Мысал үшін жаңағыдай, бір пайғамбарды жақсы көреміз, екіншісін жек көреміз деуде Алланың таңдауына алалықты бұзу. Ендігі жерде жаңағындай қандайда елші деген көп, елші деген Абайда елші, Шәкәрімде елші. Ол не деген сөз? Той жаңағы елшілік деген сөздің мәнін жою. Ол Алланың таңдауыменен жаңағы, мысал айтайық мен сіздерге, көп адамдар әруақтан ақпарат аламыз дейді. Дұрыс. Бірақ әруақтың ақпараты менен Алланың ақпаратының екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Мысал үшін ана Тоқберген деген азамат, ол өзі ештеңе алмайды. Ол жаңағы қасындағы жүрген жаңағы жағымпаз болып жүрген аққу сұңқарлар бата жеткізіп береді оған. Жағыну үшін әрине оның сөзін сөйлеп бата жеткізеді. Ол сол арқылы мен дейді Раббымнан, ағайындар-ау, қайда барамыңнан, Раббыңнан өзі Мұса пайғамбар
ғана, Ишақ пайғамбар ғана Алладан тікелей хабар алған. Тіптен Мұхаммед пайғамбардың өзі Алладан хабар алмаған. Ол Жәбірейілден хабар алып отырған. Жәбірейіл арқылы. Иса пайғамбар да Алладан тікелей хабар алмаған. Ол рух, киелі рух арқылы хабар алып отырған. Түсінесіздер ма? Біздің тоқ берген сиқылдылар, мысалы үшін, өзінің қасында отырған аққу сұңқар сыбырлап оларға батасын шығарып береді, ол оказывается оны Раббынан алады екен. Сосын келеді дағы Раббының елшілеріне қарсы шығады. Міне, көрдіңіздер ме, қандай залым нәрселер істеліп жатыр. Сондықтан дағы достар, ал ендігі жерде қарап отырсаңыздар, қазіргі уақытта Алланың елшісіне бір адам болса, жаңағындай тоқ берген сиқылдарға, жаңағы тоқтар сиқылдарға 1000 адамнан қолдар жасап жатыр. Неге? Демек, ақыр заман, демек адамзаттың 1000-нан 1-і ғана Аллаға басып қалғанда, қалғанның барлығы сайтанның әскеріне қосылған. Сондықтан да жаңағы заманның азып тозып жатқанның бәрі осыдан. Достар, кімде кімнің құлағына осы жетсе, кімде кімнің жүрегіне осы сөздер орнығатын болса, онда Алланың әскерінің қатарына тұрыңыздар. Қарсылықты жаңағындай жалғандықты уағыздаушылар, Аллаға жасырын қарсы шығушыларға қарсы сіздер қарсы тұрыңыздар. Сондықтан да Алла айтады, біз жеңеміз, екі діннің басын қосамыз деп. Біз деген кім? Біз деген Алла, оның елшісі, және сол елші мен Алланы жақтаған осы өздерінің сиқылды бауырлар. Біз аз болсақ та жеңеміз. Біз азбыз. Аз болсақ та жеңеміз. Неге? Өйткені Алла кіммен болса, сол жеңіске ие. Жақсы достар, біз жеңеміз. Міндетті түрде екі діннің басын қосамыз. Демек, біз екі діннің басын қосу үшін біз жаңа жалғаншылардың барлығының жаңағы жайнамазын астынан суырып аламыз. Олардың жамылған жамылғыларын сайтаннан алған бет пердесін ашамыз. Сонда олар өзі жоқ болып кетеді. Өйткені ақиқат келген кезде жалғандық жоғалады достар. Жақсы.